Сәлеметсіңдер ме, құрметті балалар, құрметті қонақтар. Бүгін ертегі көруге келгендерің, яғни сендер ертегіні өте жақсы көретіндерің. Олай болса, менің бүгінгі сиқырлы кітабымда бір керемет ертегі бар. Мен ойлаймын, сендер бұны әлі естімегенсіңдер, және көрмегенде шығарсыңдар. Тыңдауларың келе ме? Олай болса, бірге тыңдайық. Бір кішкентай ауылда бір кішкентай қыз өмір сүріпті. Ол қыздың аты Қызыл Телпек екен. Өзі сондай мейірімді, ақылды, сондай парасатты қыз екен. Оны ауылдағылардың барлығы өте жақсы көреді екен. Ал олай болса, ертегіні әрі қарай бірге көрейік. Мұнда кім бар? Әнді сондай тамаша орында өткен. Қорықпа, мен сені ренжітпеймін. Мен қорыққан жоқпын, жай әшейін. Мен естідім, сен бір тамаша қалаға бара жатқан сияқтысың. Жалғыз барса қорқынышты, ал бірге барса көңілдірек болады. Жарайды, олай болса бірге жүрейік. Естідім, сен бір тамаша қалаға бара жатқан сияқтысың. Жалғыз барса қорқынышты, ал бірге барса көңілдірек болады. Жарайды, олай болса бірге барайық. Қандай тәтті иіс, жегім келіп кетті ғой. Саған не болды, ол бауырсақ қой, өзі әдемі, қып-қызыл болып піскен, оны жеуге болмайды. Сәлеметсің бе, бауырсақ? Онда нағыз алғыз отырсын. Сәлеметсіңдер ме? Қызыл Телпек, Маймақ, жай аз ғана демалып отыр едім. Атам мен әжем таңғажайып қалаға көшті. Мен де қоныстайларына асығып бара жатырмын. Қандай тәтті иіс, жегім келіп кетті ғой. Саған не болды, ол бауырсақ қой, өзі әдемі, қып-қызыл болып піскен, оны жеуге болмайды. Сәлеметсің бе, бауырсақ? Бұнда нағыз алғыз отырсын. Сәлеметсіңдер ме? Қызыл Телпек, Маймақ, жай аз ғана демалып отыр едім. Атам мен әжем таңғажайып қалаға көшті. Мен де қоныстайларына асығып бара жатырмын. Қандай сәйкестік, мен де естідім. Қазақстан деген елде таңғажайып қала салынған. Ояқтағы үйлер мойлары аспанға жетеді екен. Гүлдері әдемі болып өседі екен. Адамдар тәтті өмір сүреді екен. Сен де бізбен бірге жүр. Біз Маймақ екеуміз өз көзімізбен көруге жолға шықтық. Сен де бізбен бірге жүр. Hoş geldіңдер, менің кішкентай достарым. Сен кімсің? Жаңғырықсың ба? Жоқ, балалар, мен жаңғырық емеспін. Мен сендер бара жатқан таңғажайып қаланың феясымын. Қандай қызы, олай болса біз жақындап қалдық қой. Сіз біз туралы қайда білесіз? Біз атыр ерте киіп келелі арыстан келе жатырмыз. Мен бәрін білетін феямын, балалар. Мен сендердің қайда бара жатқандарыңды да білемін. Сендерге жол көрсетіп жерейін. Жүріңдер, балалар, мен сендерді шығарып салайын.
bir karnım doyadı. Ay tәтті kıpkızıl bağırsak. Bırak mаған feya sıyqırшы kedergi болуы мүмкін. Бірақ ол feyanın da тілін табуға болады. Мен себебі өте ашпын. Jele bassan korkan, azım dese şaktay, bendeyken ben olacakta. Kızıl telpek, mаған sen ана қолыңдағы себеттегі тәтті дәміңді, қолыңдағы қып-қызыл боп піскен бауырсағыңды берсең, мен сендердің жолдарыңа кедергі болмайм. Қасқыр, тағы да не ойлап таптың? Бұл бауырсақ біздің досымыз, оны жеуге болмайды. Біз досымызды ешқашан тастамаймыз. Асебеттегі тәтті дәм ол бауырсақтың атасы мен әжесіне арналған. Біз қоңыз тойларына асығып бара жатырмыз. Маған тәтті бауырсақ пен қолыңдағы себеттегі дәмді тастасаңдар болды, жолдарың ашық. Тағы да мынау қарақшы қасқыр ма? Кәне бізді жібер қасқыр. Маған тәтті бауырсақтарың мен себеттегі дәмдеріңді тастасаңдар болды. Мен сендердің жолдарыңа кедергі болмаймын. Ей, Қасеке, неге асығасың? Мен достарымды ренжітуге жол бермеймін. Жолдан бұлай тұр. Жоқ. Менің жолымнан бұлай тұр. Достарым, қорқпаңдар. Бұл біздің елдің қорғаушысы барыс. Ал бізді таңға жайып қаламыз күтіп тұрған шығар. Жүріңдер, барлығымыз барайық. Zamanın yengen bir жылылық сезінген қандай сен болса кезең толтырғанда есілі сен таңатқанда арайлап оянамын сен ойлап салтанатым қуанышпен айтылатын ән қалыптасың бақытыңа жолыққансың. Zamanмен сарқамын апта сайын арайланып сен нұрлы жүзіңе Қандай керемет! Қандай керемет!
таңғажайып қаламызға да аман есен жеттік. Осымен ертегіміз тамамдады. Кім тыңдады, сол озды.